Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін біреудің ақысын жеген адам туралы әңгіме оқып беретін боламын. Ербол өмір бойы айламен жүрсең, алға шығасың деп сеніп өскен адам еді. Ол үшін адал еңбек, маңдай тер тек әлсіздердің таңдауы секілді көрінетін. Жұмыста да, өмірде де біреудің еңбегін пайдаланып кету оған үйреншікті болатын. Бір ауылда өскен досы Нұрлан бар еді. Екеуі бірге оқыды, бірге жұмыс іздеді. Нұрлан сабырлы, адал жігіт болатын. Күндіз-түні еңбектеніп, шағын бизнес бастап еді. Ал Ербол болса, соның қасында жүріп, көмектесемін деген желеумен оның идеяларын, байланыстарын пайдаланды. Күндердің бір күнінде Ерлан Нұрланның еңбегін өз атына рәсімдеп, үлкен келісім шартқа қол қойды. Нұрлан бұдан бейхабар еді. Ал Ербол болса, біреудің ақысына кіргенін біле тұра, өмір деген осы деп өзін ақтады. Бірнеше айдың ішінде Ерболдың жағдайы түзелді. Қымбат көлік мінді, үлкен үйге көшті. Ал Нұрлан болса, ісі жүрмей қарызға батты. Досының көзіне қарауға ұялса да, Ербол тәкаппарлығын және жеңе алмады. Бірақ өмір бәрін өз орнына қояды екен. Бір күні Ербол ауыр дертке шалдықты. Ақша бар, таныс бар, бірақ жан тыныштығы жоқ. Түнде ұйқы қашты, жүрегі мазасызданып, өткен өмірі көз алдынан кино сияқты өтіп жатты. Сол сәтте ол Нұрланды есіне алады. Өзінің әділетсіздігін, біреудің маңдай терін қалай таптағанын алғаш рет шын жүректен сезінді. Аурухана төсегінде жатқанда ешкім келмеді. Байлығы бар, бірақ шынайы жанашыры жоқ еді. Ал сол кезде Нұрлан бар қиындыққа қарамастан адал еңбегімен қайтадан аяққа тұрып келе жатқан. Жүрегі таза адамды тағдыр жалғыз қалдырмайды екен. Бір күні Ербол Нұрланға өзі хабарласты. Даусы дірілдеп, көзінен жас шығып тұрды. Мен сенің ақыңа кірдім, кешір мені деді. Нұрлан ұзақ үнсіз қалды. Сосын сабырмен: адам қателеседі, бірақ әр қателіктен сынақ, ең бастысы мойындап түзетуге тырысу деді. Ербол сол күннен бастап өмірін өзгертті, барын қайтарды, адал еңбекпен күн көруге көшті. Ол бір шындықты кеш түсінді. Біреудің ақысына кіріп тапқан байлық берекесіз, ал адалдық кешіксе де адамды құтқарады.